Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін орам жапырақ қосылған корей салатын жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен орам жапырақтың сыртын жуып тазалап аламыз. Одан кейін осы видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Одан кейін туралған орам жапырақтың үстіне тұз және уксусты құйып араластырамыз. Одан кейін 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Бір сағаттан кейін басқа ыдысқа саламыз, яғни орам жапырақты суынан ажырататын боламыз. Одан кейін үккіштен өткізілген сәбізді, туралған болгар бұрышын, ас көкті және де үккіштен өткізілген сарымсақты қосамыз. Үстіне құмшекер себеміз. Енді заправкасын дайындаймыз. Ол үшін баяу отта қызған майға паприка, кориандр және де ащы қызыл бұрышты қосып араластырамыз да бір қайнатып сөндіріп тастаймыз. Енді осы заправкамызды ыстықтай салаттың үстіне құямыз да араластырамыз. Қолдарыңыз күйіп қалмас үшін қасықпен немесе қолғап киіп араластырғандарыңыз дұрыс. Жақсылап араластырғаннан кейін салаттың бетін жауып бір түнге салқын жерге қойып қоямыз. Мінекей осымен салатымыз дайын. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Дүкендегі салаттардан артық болмаса кем емес. Баршаңызға ас болсын.